Апа, тұр кеттік сабақ қарамыз. Сағат неше? Сағат 7 болды. 7-те тұрмағалы, біраз болды. Бармай қоймасам болмай ма? Әлде маңызды сабақтар бар ма бүгін? Ой, қандай маңызды сабақ? Бүгін деген аруды қаратамыз. Кешегі дайындығымыз қайда? Бүгін деген маңызды күн. Еще қандай маңызды күн? Бізге инвестор іздеу керек қой. Ол не тағы? Үлкендердің тірлігіне араласпай қой. Барайш, 5 минут деген барамыз. Жақсы күтем. Ойбай, белім. Жұрт деген баяда қонағын төрге шығарып, жұмсақ көрпе, жұмсақ көшік беретін еді. Өзі диванға жатып алған ғой. Бұл досым келесіде диванға жатасың. Папа, тұр! Қой, өзің жата бер диваныңда. Жатпайсың ба? Жоқ. Мынаның барлығын сен ба дайындаған? Иә, мен ғой дайындаған. Жұмыртқаны қуыра салдым, шайды қоя салдым. Онда тұрған не бар? Мен еще тамақ дайындай аламын ғой. Қош, тамақ істей аласың ба? Тамақ істей аламын. Үй шаруасының бәрін істеймін ғой мен. Мама жұмыстан шаршап келген кезде үйдің бәрін өзім жинап қоямын. Еще біздің үй дәу ғой. Тамақ істей алсаң, үй жинай алсаң, кір жуа алсаң, ару не істейін жүрсің, а? Қомаш, не айтып отырсың? Уайымдама, бәрі жақсы болады па? Уайымдама дегенде негізше кішкене уайымдап тұрмын. Өйткені арумен сөйлескенде түп етіп қала беремін мен. Ондай бәрінде болады. Қазір мектепке барғаннан кейін наушникті бір құлағын тағып аласың, сосын маған хабарласасың, звондайсың. Не айту керек? Барлығын мен мынаяқтан айтып тұрамын. Түсінікті ғой? Тамағың жеп ал. Мен жемей-ақ қоямын, тойып тұрмын мен. Онда мен жей қоямын ғой? Болды. Жақсы. Онда кейін дайындал, қазір шығамыз. Үйленіп қарық қылған жоқсың. Жұртқа ақыл жаман айтатын болып кеткенсің ғой. Жұмыртқаң жеше. Ал, балам, ешқандай да саспа. Аурумен танысуға жақындаған кезде маған хабарлас, біз осы жерде сені күтіп отырамыз. Тоқтаңдар. Ерке. Хоппа, мынау саған. Саған дегенде аруға апарып бер, кешегі жеңісімен құттықта. Мә, Баукаға рахмет. Мен үшін алдыңыз ба? Нағыз джентльменде гүл кез келген сәтте болу керек қой. Давай, балам, сәттілік. Рахмет. Не қарайсың? Джентльмен? Иә, сатып алдым. Шамал пайдамыз тесін деп алып келдім. Ладно, кеше қатын туған күні болған ғой, соған коллектив алып келді. Сол алып келдім, бәрі шығып кетеді ғой. Бәсе, джентльмен деп қойылып, пайдама ісім тигізейін. Кет. Балалар, ең алғашқы қазақтың кәсіби театры 1926 жылы Қызылорда қаласында ашылған болатын. Саламатсыз. Неге кешігеміз? Ой, Ерке, менің туған күнім екенін қайдан біліп қойдың? Рахмет саған. Апай, туғаныңызбен. Рахмет, балалар. Негізі, отыра ғой, Ерке, орныңа отыра ғой. Негізі бар ғой, бүгін туған күнім екенін ешкімге айтпаған едім. Сонда да бәріңе рахмет. Апайдың туған күні екенін қайдан біліп қойдың? Нағыз джентльменде гүл кез келген сәтте дайын тұру керек. Телефон барды. Біз ұғыда алып қойған жоқ па, Ерке звондап та алмай қалып жүрген. Сен біздің басты миссияны ұмытқан жоқсың ба? Не миссия? Инвестор. Айтпақшы, қайдан табамыз оны? Тауып алдым уже. Өзім связьдарым арқылы инвестициямен айналысатын бір кісінің нөмірін алдым. Қазір звондап көрейік, кездесейік деп айтайын тұрмын. Қалай болады екен ол? Қолында дым жоқ, кішкене дайындалып бару керек шығар оған. Біздің қасымызда Ерке бар емес па? Біздің басты көзір сол ғой. Сол бар жерде любой проблема шешіледі ғой. Қайдам? Қазір звондап жатырмын, гудок барып тұр. Так. Мә, көтермей жатыр ғой мынау. Ұйықтап жатқан шығар мынадай кезде. Тал түске дейін ұйықтайтын нағылған инвестор ол. Ал мен қазір басқа инвесторға звондасам ше. Жирный клиенттен айырылып қалайын тұр ғой ол деген. Сенде басқа да инвестордың номерлері бар ма не? Жоқ. Мә, алса екен мынау. Алшы, ё-моё.
О, сәлем Ару. Кеше жеңісімен құттықтаймын. Рахмет. Әкем сен мақтап жатыр. Қош ба? Иә, сен болашақта білікті химик болады дейді ғой. Рахмет. Ару, сабақ басталды ғой, не істеп жүрсің? Жақсы онда. Звондамады ғой, мына инвестор. Папа. Бай. Не болды не? Кездеспедің ба, не звондамады ғой? Звондап жатыр. Инвестор звондап жатыр. Алло. Неге звондамадың? Кездеспедің ба не? Ой, жоқ, кездестім ғой. Өз күшіммен сөйлесіп көрейін дедім. Еркек. И чё сосын? Ой, онша емес болды. Анау Ринат дейтін класстасы келіп алып кетті. Алып кетті? Сендерге не, зат па не? Алып кететін, апарып тастайтын. Айтпайсың ба, кездесіп тұрмын, шығарып саламын деп. Қыздар деген өздеріне уверенный жігіттерді жақсы көреді кәдімгідей. Сіз сияқты ма? Мен де ондай бір идеальный емес пе енді? Мен үшін сондайсыз ба? Жақсы, сабағыңа бар, айт. Мен осындай қазір мен сені шығарып саламын деп. Егер де көмегім керек болып жатса, ұялмай звонда. Келсіз ғой, бар сабағың. Мен қандай екенімді білсең, бұндай ойда болмас едім сен. Аха. Жақсы, рахмет. Еркенің келгенін күтіп жүр екен ғой. Болды, шешілді. Ертең кездесеміз. Тек бір проблема болып тұр. Не ол? Бизнес-планмен келіңдер деп жатыр ғой. Бизнес-план? Иә. Сен жаза аласың ба? Сен қалай ойлайсың? Жоқ. Дұрыс ойлайсың. Ерке жаза алам екен. Сен қалай ойлайсың? Ладно, бірдеңе қылып шешерміз енді. Мектепте еріктілер одағы ашылып жатыр. Қосыласың ба? Не одақ? Қарт әжелерге, ерекше балаларға, жалпы көмекке мұқтаж адамдарға көмектесеміз. Ой, жоқ. Өзім көмекке мұқтаж болып тұрмын. Сәлем. Ой, тағы да. Не ғой? Мен оны химияға қызып жүргенмін ғой. Бүгін қайтарда бірге қайтсақ. Қалай қарайсың? Бір-екі сұрағым бар еді. Химия қызып жүрген жақсы, бірақ мені қайтарда машинамен алып кетеді. Мен сыймайын ба? Ой, іштен әзілдеп жатырмын. Что там? Не істеп жатсың? Айтпақшы, Ару, еріктілер одағы ашылыпты ғой. Қатарларына қосылып жатсың ба? Сол одақтың басшысы мен емес па? Бәсе. Сен басшы болмайсың, кім басшы болады? Мен де қосылдым ғой сендердің қатарларына. О, молодец. Как раз қатарымызға сендей білекті жігіттер керек. Бүгін сабақтан кейін жиналыс болады, қалып қоймайсың ғой, Болады, басшы. Қоңырау соқты. Ерке сұрақтарын келесіде талдарымыз, Не сұрақ? Ой, химия қызығып жүрмін дейді. Содан сұрақтарым бар деген ғой. Мен сыймайын ба деген несіз? Бізге үйге тапсырма берді ма? Мен одаққа қосылатын болдым, жаза бер. Поздно уже, толықпыз. Қалай толықпыз? Енді толықпыз болғанда біреудің орнына кіріп кетіп, немесе сыйысып кетуге болмай ма? Бағана айтқанда өзінше болып едің ғой, болды сыймайсың. Машинаға да мына жаққа да сыймай қалдым да. Жарайды. Осы ерке бөлтірлі. Окей, Google, как написать бизнес-план? Шықты ма бірдеңе? Ерке балам? Не көңіл күйің жоқ? Қалай өтті? Ой, нашар. Не болып қалды? Айтсайшы енді. Мектепте бір одақ ашылған ғой. Соның басшысы Ару. Сол кірейін десем, мен сыймай қалдым. Сыймай қалдым? Не одақ ол? Мұқтаж жандарға көмектесетін одақ қой. Сен көмегіңе біз жаман мұқтаж болып отырық қой. Қатты көмектескіш болсаң, бізге көмектесші. Бір бизнес-план жазатын чисто случайно таныстарың жоқ па? Жоқ, балам, ештеңе уайымдама, барлығын реттейміз. Сен сабағыңа қатыса бер. Уайымдамай ма? Саламатсыз ба? Сәлематсыз ба? Ақыл мырза, келіңіз, әрине. Сізге есігіміз әрдайым ашық. Қалыңыз қалай? Амансыз ба? Жағдайыңыз жақсы ма? Қалайсыз өздеріңіз? Жақсы, шүкір. Жүріп жатырмыз.
Иә, мен баламның шаруасымен жүредім сіздерге. Бұрыннан айтып жүрген бір идеясы бар еді. Өзім білесіз Еркені. Қамқор, жанында жүргеннің барлығына көмектесіп жүреді. Маған айтады, осы мектептен мұқтаж жандарға көмектесетіндей бір одақ ашылса дейді. Мәссаған. Соның бір сәт түсіп бүгін келіп тұрмын ғой енді сізге. Мен таңғалып отырмын Ақыл мырза. Иә, негізі енді ойлап қарасаңыз жақсы идея. Бұл жерде сәйкестікке таңғалып отырмын. Себебі бүгін ғана оқушылардың бастамасымен осындай еріктілер одағын ашып, қазір жиналыс болғалы жатырған. Бүгін? Бүгін. Керемет қой, бұл қазір онда Ерке маған сабақ біткеннен кейін келе қойсын. Мен енді түсіндірейін. Еркенің ойын тыңдайын, сұхбат алып, қазір мен әрі қарай Еркені сол жиналысқа апарып таныстыра қояйын. Жақсы, осы шаруамен келгенмін, сол одаққа Ерке кірсін деп. Керемет. Ол баланы қолдау керек әрқашан, әрине. Сәт түсіп кетті ғой, кәдімгі. Сіз сияқты ата-аналарымыз көп болсын. Рахмет көп сізге. Иә, бар шаруам болсын. Басқа шаруа? Жоқ, енді білесіз деп ғой. Енді мен балам болғаннан кейін қандай да бір өзінің ұсыныстарым болсын, мен қолдап жүремін әркез. Керемет қой. Иә. Көп рахмет сізге. Жақсы. Аман болыңыз. Сау болыңыз. Жақсы. Шіркін, барлық ата-аналар осылай балаларын қолдаса керемет болар еді. Досым, не мәз болып кетсің? Шаруаны шешіп тастағансың ғой. Бизнес планды ма? Жоқ, Еркенің шаруасы ғой. Қайтамыз ба? Мен үй жаққа барып бизнес план жаза берейін жайлап. Бизнесмен дейсің ғой. Жаза аласың ба не? Жаза алатында ештеңесі жоқ сияқты, примерно түсініп кетір мен. Или сен жазасың ба? Жазшы, сен профессорсың ғой, бай. Өзің жаза бер. Онда тыныш тұр. Кетіп жүр, жеткізіп салайын. Жоқ, сен қайта бер. Мен Еркені күтем. Өмірі көрмеген балаға әкелік инстинктің ашылып қалды ма? Ортақ іс үшін ғой енді. Онда жақсы. Давай. Барлықтарыңды осы одақта көргеніме қатты қуаныштымын. Кіре ғой. Сәлематсыздар ма балалар? Отыра қойыңыздар. Қалдарыңыз қалай? Бүгін еріктілер одағына қош келдіңіздер. Менің қасымда тұрған, танитындарыңыз бар шығар, танымайтындарыңыз болса, Ерке осы еріктілер одағына туралы әкесіне көптен бері айтып жүр екен. Ойымыз бір жерден шығып, мен қуанып қалдым. Енді осы одақты әрі қарай Ерке мен Ару басшылық ететін болады. Еріктілер одағының мақсаты, міндеті туралы сіздермен әрі қарай өзім түсіндіріп беретін боламын. Жалпы одақ бұл біздің